Біз енді өзіміздің көрінісімізде үйімізді жасап біттік, орманымызды және де жерімізді жасап біттік. Енді бізде қалғаны жасауға керегі бұл кішігірім детализацияға арналған кішігірім объектілер. Солардың қатарына біз не жасай аламыз? Мысалға біз алау жасай аламыз, арба жасай аламыз, және де алаудың айналасында бір кішігірім орындықтар. Себебі мен осы үйдің қасында бір кішігірім лагерь болғанын қалаймын. Осы алауды жасамастан бұрын, егерде біз алаудың, яғни орысша айтқанда костердің структурасына қарасақ, бізде көп жағдайларда алау бізде тастармен қоршалған, ортасында ағаштар жатыр, ағаштың үстінде от жанып жатыр. Яғни біз дәл сол структураны қайталап алауымызды жасай аламыз. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Ең бірінші біз тастың объектінен бастаймыз, тастың моделінен бастаймыз. Ол тасымызды біз қалай жасаймыз? Ең алдымен біздің көрінісімізге, яғни сценамызға орысша айтқанда, тастың объектін қосу керек. Ол үшін біз shift-а батырмасын басамыз комбинациясын, осын шыққан терезеден мешті іздейміз, мештің арасынан айкосфера деген жаңа объекті көре аламыз. Осы объектімізді таңдаймыз. Осы объектімізді таңдағанда сізде төменгі жақтағы терезеде ең бастапқы параметрлер осылай болуы мүмкін, осылай тұруы мүмкін. Осы параметрлердің арасынан бізге керегі subdivisions деген параметр, яғни бөліну параметрі. Қалай бізде полигондар бір-бірімен бөлінеді, және де сол полигондар саны көбейеді. Сол subdivision параметрін бізге бірге өзгерту керек. Себебі бізге қазіргі уақытта полигондар саны маңызды емес, бізге керісінше азырақ полигондар болған маңыздырақ болып тұр. Бірыңғай стильде көрінісімізді сақтау үшін. Сондықтан оны бірге ауыстырамын. Бірге ауыстырғанда біз нені көре аламыз? Бізде осындай бір кішігірім шар объектіміз қосылған көре аламыз. Бірақ біздің осы шар объектіміз көре алатыныздай осы үш бұрыштардан ғана құралған. Яғни үш бұрыштардан бір шар объект жасалған. Енді осы объектіміз бізде алаудың айналасындағы тастың рөлін атқарады. Осы алауымызды жоғары жақтан көрініске ауысып, бізге керекті жерге орналастырамыз да, оның өлшемін кішірейтеміз. Кішірейткеннен кейін жерімізге қарай төмендетіп жақындатып қоямыз осылай. Және де мен оны айналдырғым кеп тұр. Біз оны кәдімгідей rotate құрылғысы, яғни жылдам батырмадағы R құрылғымен, rotate құрылғымен айналдыра аламыз. Бірақ бұл айналдырғаны өзінің глобалды координаталар бойынша, яғни осы көрінісіміздегі X, Y, Z координаталар бойынша айналдырады объектімізді. Бірақ біз R деген батырманы тағы да бассақ, бізде өзінің локалды координаталары енді өзгереді. Маған керегі қазіргі локалды координаталар бойынша өзінің өзгерткені. Осылай кішкене тасқа ұқсатып айналдырдым. Енді қойдым. Енді осы тасымыздың көшірмелерін жасап, осы тасымызды шеңбер бойынша айналдырып қоюға болады. Сондай әдіспен алауымызды жасай аламыз. Енді осы тасымызды сізге ойға келу мүмкін. Біз көшірмелерін алып, осы көшірмелерін орналастыру шеңбердің формасында кішкене шеңберге ұқсатып, осы шеңбердің формасына ұқсатып, көшірмелерін орналастырып жасауға болады деген тәсіл туралы ойлауымыз мүмкін. Я, солай істеуге болады, бірақ бұл жағдайда біздің алауымыз дәл былай айтқанда идеалды шеңбердің формасында емес. Маған керегі кішкене идеалды. Және де егерде біз тасымыздың формасын, пішінін өзгерткіміз келсе, әр тасты таңдап жеке-жеке өзгертіп отыру қажет болады. Сол үшін мен жасаған істерімді артқа қайтарамын. Артқа қайтарамын да, біз қабырғаларымызды, үйіміздің қабырғаларын немесе үйіміздің шатырын қалай жасадық, осы алауымыздағы тастың көшірмесін дәл солай жасай аламыз. Яғни array массив модификаторы бойынша. Біз generate, соның ішінен array модификаторын өзіміздің керекті объектімізге қоссамыз, енді көріп тұрғаныңыздай бізде array модификаторы объектімізді
төменге қарай жылжытып тұр. Яғни өзінің локалды координаталар бойынша бізде қазіргі кезде x координатасы төменге қарай қарап тұр. Біз оны былай көре аламыз. Және де біз осы объекттің параметрлерін қалай толықтай көре аламыз. Ол үшін біз Blender бағдарламасына арнайы терезені аша аламыз. Ол терезені біз жердегі батырман бассақ, бізде осы стрелканың формасындағы батырмасын бассақ, көрініс аумағының оң жағындағы бізде объектіміздің толық параметрлері шығатын терезе шығады. Немесе біз жылдан батырма, ағылшынша n батырмасын бассақ, осы терезені қайтадан аша аламыз. Осы терезеде бірнеше бағаннан тұрады. Item, Tool, View. Біз item деген баған керек. Себебі бұл бізде өзіміздің объектіміздің орналасу координатасы, айналу координатасы, оның өлшемдері барлығы жазылған. Маған керегі қазір осы rotation деген параметрлерді нөлге ауыстыру. Бірақ мен осы параметрлерді нөлге ауыстырсам, менің объектім өзінің айналымын қайтадан өз қалпына келтіреді. Мен осы объекті осы қалпында қалдырып, параметрлерін қалай нөлге қайтара аламын. Ол үшін Blenderде арнайы құрылғы бар. Ол үшін біз осы өзгерістерді объектімізге толықтай қабылдауымыз керек. Яғни орысша айтқанда, осы өзгерістерді применить етуіміз керек. Ол үшін Blender бағдарламада Object батырмасының ішінде ашылған терезеде Apply деген құрылғы бар. Apply яғни применить. Соның арасынан Rotation, яғни айналым параметрлерін қабылдау. Сол батырмаға басамыз. Сол батырмаға бассақ, көре алатыныздай, бізде барлық rotation параметрлері нөлге ауысты. Енді қайта object батырмасына басып, соның ішінен apply дегенге басқаның орнына Blender бағдарламасында осы құрылғыға арнайы жылдан батырмасы бар. Ол бізде Ctrl-A комбинациясы. Соны басқанда біздің тышқанымыздың курсорының астында осылай терезе ашылады. Сол терезенің ішінде rotation, location деген параметрлерімізді қабылдай аламыз, применить ете аламыз. Енді бізге осы көшірмелерді қалай шеңбердің формасында, яғни шеңбердің айналасында көшірмелерді орналастыра аламыз. Ол үшін бізге array'дің relative offset параметрін алып тастап, object offset деген параметрді қойымыз керек. Бұл бізде нені білдіреді? Енді біздің көшірмелер белгілі бір объектке байланысты жасалынады. Мысалға мен осы бір шеңбер елестетейік, осы тастың бойында. Осы шеңбердің центріне бір объектті қойсам, яғни содан кейін осы объект ретінде, arrayға объект ретінде сол объектіні таңдасам, және де сол объектімді бұрсам, сол объект бойынша көшірмелер менде орналасады. Біз оны қалай жасай аламыз? Ең алдымен бізге көрінісімізге жаңа бос, яғни пустой объектті орналастыру керек, қосу керек. Ол бізде empty объект болып саналады. Біз оны мына жерден көре аламыз. Empty баған ішінде біз plain access деген батырманы басамыз, біздің көрініс аумағымызға жаңа объект, пустой, бос объект қосылды. Енді көрінісімнің жоғарғы жағынан қараймын, осы бос объектімді шеңбердің елестетілген шеңбердің центр жағына қоямын да, осы объектімді төменге қарай жылжытып, өлшемдерін өзгертемін. Енді осы объектім қосылды, тастың бастапқы объектіне ораламыз да, object offset деген параметрлерімізді ашсақ, бізде осындай параметр шығып тұр. Объект ретінде қандай объект таңдауға болатын? Біз объектімізді осы шыққан тізімнен таңдай аламыз. Немесе мынау тұрған пипетканың суретіндегі құрылғыны таңдап, соған басып, көрініс аумағымыздан керекті объектімізді таңдай аламыз. Маған керегі empty объекті.
Соны бассақ, енді бізде осы объектіміз бойынша көшірмелеріміз, объектіміздің көшірмелері пайда болды. Бірақ неге осы объектіміз әрбір көшірме сайын өзінің өлшемін өзгертеді? Ол үшін бізде объектімізде осы тасымыздың объектімізде және де пустой, яғни бос объектіміздің өлшемдерінде барлығында осы scale параметрлері бірге тең болу керек. Біз қалай айналым параметрлерін, яғни rotation параметрлерін қабылдадық, применить еттік. Scale параметрлерін дәл солай әр объектке применить ете аламыз. Яғни мен Ctrl-A комбинациясын басамын, батырмалар. Соның ішінен scale деген батырманы таңдаймын. Таңдағаннан кейін мен бастапқы тас объектін тағы да таңдаймын. Осы тас объектін Ctrl-A деп комбинациясын басамын да қайтадан scale параметрін таңдаймын. Енді әрбір көшірмесі бізде өзінің өлшем сақтап тұр. Бірақ енді осы бос объектімізді бұрып көрсек, бізде объектіміз толықтай шеңбердің формасын қайталап тұрған жоқ. Неге? Себебі осы біздің объектіміз айналымы осы объекттің центрі, негізгі нүктесі, осы көріп тұрған оранжевый нүкте бар ғой, осы origin. Әрбір объекттің өзінің origin бар. Байқағаныңыздай, мына объектінде әр объекттің өзінің origin бар. Яғни осы нүкте бойынша негізгі нүкте дейін, origin-ді негізгі нүкте деуге болады. Осы негізгі нүкте бойынша бүкіл параметрлер, айналу, өлшем болсын параметрлері осы негізгі нүкте бойынша жүреді. Яғни мен осы origin нүктесін осы бос объектіме жылжытуым керек. Мен оны қалай жылжыта аламын? Origin-імізді біз қалай жылжыта аламыз? Егер де біз осы объектімізді таңдап, шыққаннан оң жақ батырмасымен бассақ, бізде осы ашылған терезеден set origin бағаның ішінде бірнеше параметрлер бар. Біздің origin-імізді, бастапқы нүктемізді қай жерге жылжытуға. Бірақ осының ішінде бізге керегі жоқ, керекті параметрі. Бірақ бізге қызықтысы origin to 3D курсор деген параметр болып тұр. Бірақ біздің 3D курсор дегеніміз не? 3D курсор, яғни 3D курсор, ол бізде мына тұрған объект болады. Осы объектіміз бұл бізде көрінісіміздің ортаңғы нүктесін анықтайды. Яғни бізде бүкіл көрінісіміздегі ортаңғы нүкте осы 3D курсор болып саналады. 3D курсор. Яғни осы 3D курсорымызды біз жылжыта аламыз керекті жерімізге. Біз оны қалай жылжыта аламыз? Біз өзімізге керекті бос объектімізді таңдаймыз да, Shift S комбинациясын, ағылшынша Shift S комбинациясын бассақ, бізде осындай баған шығады таңдау параметрлерімен. Біз осы параметрлердің арасынан Cursor to Selected деген параметр таңдаймыз. Яғни, бұл параметр бізде курсорымызды таңдалған объектіміздің origin негізгі нүктесіне жылжытады. Көре алғаныңыздай. Енді бізде 3D курсорымыз толықтай осы бос объектінің дәл ортасында орналасқан. Енді біз осы тас объектіміздің origin-ын, яғни бастапқы негізгі нүктесін осы курсорымызға жылжыта аламыз. Осы параметрге басып origin to 3D курсор деген 3D курсор. Егер де осы параметрді бассақ, біздің тасымыздың origin-ы, яғни негізгі нүктесі осы бос объектке жылжыды. Енді біз өзіміздің 3D курсорымызды қайтадан көрінісіміздің центрімізге орната аламыз. Ол үшін бізде Shift-C комбинациялары, батырмалары бар, жылдам батырмасы. Shift-C жылдам батырмасы, Shift-C комбинациясы бар. Егер де Shift-C деген комбинацияны бассақ, бізде 3D курсорымыз қайтадан көрінісіміздің центріне оралды. Енді біз көріп тұрғандай, барлық объектіміздің, осы тас объектіміздің көшірмелері жоқ болып кетті. Енді ол көшірмелер
көшірмелерді көршін не істей аламыз? Біз ол үшін осы пустой, яғни бос объектімізді айналдыра аламыз. Егерде сол объектімізді айналдырсақ, бізде бүкіл көшірмелер осы үшті курсор бойынша, осы объект бойынша айналып орналасады. Енді бізде осы көшірмелер санын өзгерте аламыз. Бізде қазір көшірмелер саны 4. Мен оны мысалға 11-ге ауыстыра аламын, немесе 12-ге ауыстырсам, және де қайтадан айналымын кішкене осылай өзгертсем, маған тіптен 12 емес, 11-дің өзі жарасып тұр. Енді бізде алауымыздың тастары бітті.